10 миллион 395 мың теңгенің ісі бойынша банкроттық рәсімі қозғалды. Құтты болсын ағайын. Баршаңызға жақсылықтар бұйыра берсін. Бұл қалай? Кредиторлар кімдерден алған кредитті? Каспий банктен, Жусан банктен, қазір Алатау Сити банк қой, Elite KZ, ID Collect, Қазақ коллекторлық агенттігі. Неке осылардағы қарыздары бойынша банкроттық реттеу жасадық, банкроттыққа арызды дайындап тапсырдық. Біз сот арқылы банкроттыққа тапсырдық, сотқа қатысуды ұйымдастырдық. Сол жерде қырғын болады, аналар деген болмайды, банкроттыққа кетуге жарамайды дейді. Алла қалауымен, қаржы басқару үшін пәрменімен зерттеу жүргізіп, бұл адам банкрот деп танылу керек. Бұл адамның жағдайы қиын деп қорытынды берді. Қорытындыны қарап сот бекітті. Енді 6 ай рәсім жүреді, шоттарының бәрі ашық, рахат өмір сүру басталды. 5 жыл кредит алмау қадамына құтты болсын дейміз. Кредит алмайтын, кредитсіз өмір сүретін керемет әлемге қош келдің. Баршаңызда осындай әлемдегі келіңіздер, кредитсіз өмір сүрудің керемет республикасын құрайық ағайындар. Рахаттанып, өзіміз кәдімгідей палау асып, пурдақ қуырып, рахат өмір сүреміз. Кредитсіз өмірден керемет қой. Уайым жоқ. Түнде ұйқың бұзылмайды. Ертең кредитті қалай төлеймін деп қорықпайсың. Ертең менің апшымды қуырып, коллекторлар хабарласпай ма, ағайын туған туысқан хабарласпай ма деп тым қорықпайсың. Мен сендерді осы әлемге шақырамын. Кредитсіз өмір сүруге болады. Бауырымыз